Бүгінгі сабақта біз шоколадтан пиньята жасайтын боламыз. Мен осындай прозрачный форманың сыртына суретімді алдын ала скотчпен жабыстырып алдым. Екінші жақ бөлігі таза болатын болады. Какао масамды да дайындап алдым, оны алдын ала темперировать еттім. Енді бізге осындай түсте жирорастворимый краскалар қажет. Мен Гозман фирмасын және Vivid фирмасын алдым. Ақ красканың орнына мен диоксид титананы қолданамын. Енді шоколадный пиньятаның сыртына сурет салу үшін бізге ең алдымен қара красительді бір ыдысқа құйып алу керек, және оның үстіне біз алдын ала темперированный какао масламызды қосамыз. Қосқаннан кейін жақсылап отырып араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін біз жіңішке кисточкамен суретіміздің барлық контурларын, барлық керек жерлерін біз осы кисточкамен салып шығатын боламыз. Біздің кисточкамыз контур салғанда неғұрлым жіңішке болса, соғұрлым сіздің жұмысыңыз аккуратны және әдемі болып шығады. Қараңыздар, әрбір жерлерін, әрбір керек жерлерін біз барлығын осылай контур ретінде форманың ішіне суретімізді салып шығатын боламыз. Тура осындай техникамен сіз плиточный шоколадқа да сурет салсаңыз болады. Ол үшін бізге осындай прозрачный форманы алу керек. Сол форманың сыртына суретімізді қойып, сол суретімізді осы біздің форманың ішіне какао масламен салып шығамыз. Тура осы техникамен сіз әртүрлі суреттер, әртүрлі тематикаға жасай аласыздар. Қараңыздар, біз осы кішкентай қыздың суретін толығымен какао масламен салып шығамыз. Енді тура солай ұл баланың да сыртынан осылай контурный рисунокпен қара краскамызбен салып шығатын боламыз. Міне қараңыздар, біз суретімізді толығымен осы формамыздың ішінден қайталап шықтық. Енді біздің суретімізді алып тастасақ болады. Міне біздің суретіміз дайын болды. Енді біз оны кішкене қатырып қоямыз, яғни салқын жерге қойып қойсаңыздар жақсы болады. Енді ол кішкене қатқанша біз басқа түсімізді дайындап қоямыз. Мен балалардың шашын сары түске бояйтын боламын. Енді қараңыз, сары түсті красканы алдым, үстіне тағы да какао масланы қосып, жақсылап отырып араластырып, краскамыз ерігеннен кейін біз өзіміздің суретіміздің ішін бояйтын боламыз. Бұл жерде біз суретті бояған кезде осы қара контурдың сыртынан шығармай отырып бояуымыз қажет. Осындай суреттерді бояу үшін біз кішкентай размерде кисточкаларды қолдануымыз қажет. Кисточкаларымыз қатты үлкен емес және қатты болмау қажет. Яғни олар өте жұмсақ болу керек. Сол кезде сіздің жұмыстарыңыз әдемі болып шығады және ешқай жерінде сызықтар болмайды. Қараңыздар, біз мына кішкентай балалардың шаштарын сары түске бояп жатырмын. Одан кейін бұл қатқаннан кейін бұның сыртын тағы да бір слоймен жағып шықсаңыз болады. Егер де сіздің краскаңыз қатты насыщенный болмаса, онда 2 слой жақсаңыз болады. Егер де менікі сияқты жақсы түс шығып тұрса, онда 1 слой да жеткілікті болады. Енді біз әртүрлі түспен өзіміздің суретімізді толығымен бояп шығамыз. Одан кейін біз оны жақсылап отырып қатыруымыз керек. Бұл жерде ескеретін жай, біздің формамыз кішкене салқындау болу керек. Және бөлменің іші 27 градустан аспау керек. Егер де 25-23 градус болса, онда сіздің какао маслаңыз осындай температурада қатып қалатын болады. Ал егер де одан жоғары болса, сіздің какао маслаңыз қатпай, жұмыс істеуге және сурет салуға сізге қиын болады. Енді мен қызыл түсті алып, оған тағы да какао масланы қостым. Какао масло менде бөлме температурасында тұр. Ол какао масло менде қатпайды. Қараңыздар, неге мен бөлек-бөлек осылай істеп жатырмын. Егер де біз алдын ала барлық какао масланы осындай конфеттердің ыдыстарына құйып, әрбір түсімізді араластырып алсақ, олар біздің суретімізді салып біткенше кейбір түстер қоюланып және олар қатып қалады. Сондықтан сурет салуға сізге ыңғайсыз болады. Сондықтан әрбір суретті бояр кезде, әрбір детальді бояр кезде осылай жаңадан езіп салсаңыз дұрыс болады. Яғни бірінші біз сары шашын бояп алдық, одан кейін біз
тағы да қызыл красканы езіп, қызыл краскамен қыздың басындағы орамалын боядық. Енді көк красканы езіп, ұл баланың басындағы шапкасын бояп қойдық. Осылай жұмыс жасасаңыз, сіздің какао маслаңыз тез қатып қалмайды. Ал основной біз темперировать етіп қойған какао масламызды біз микроволновканың ішіне жай ғана салып қойсаңыз болады, егер де бөлме іші салқындау болса. Ал егер де ол қатып бара жатса, оны фенмен жылытып қоюға да болады. Яғни какао масламен жұмыс істеген кезде, ол да шоколадпен жұмыс істеген сияқты бөлме ішіндегі температура жұмыс істегенге өте маңызды болып келеді. Енді қараңыздар, біз қыз баланың үстіндегі пальтосын бояйтын боламыз. Ол үшін мен қызыл түспен көк түсті араластырып, осындай бір қоңырқай түсті шығардым. Сонымен кішкентай қыздың үстіндегі пальтосын толығымен бояп шықтым. Қараңыздар, бұл жерде самый ходовой, оптимальный осындай түстерді алсаңыздар жеткілікті. Одан кейін барлықтарын бір-біріне қосып, араластырып, әртүрлі түс шығаруға болады. Ең керекті түстердің бірі ол бізде қызыл түс, жасыл түс, көк түс, сары түс. Мен көбінесе қолданылатын, ол менде қызыл түс, букеттерге көбінесе қолданыламын. Жасыл түсті мен жапырақтарға, шоколадтан жасалған жапырақтарға қолданыламын, букетке қосу үшін. Сары түсті де мен гүлдерге көбінесе қолданамын. Сондықтан самый ходовой түстерді алып қойсаңыздар, одан кейін оларды бір-біріне қосу арқылы басқа түсті шығаруға болады. Негізі какао масламен сурет салу қиын емес, оңай, бірақ уақытыңызды көбірек алады деп айтсам болады. Өйткені бұл жерде менде 25 сантиметрлік форманың ішіне мен толығымен сурет салып шықтым. Әрбір деталін бояу, әрбір красканы бір-біріне араластырып, жаңа краска шығарып, каждый детальді продумывать еткенде уақытта алады. Сондықтан, егер де сіз плиточный шоколадқа сурет салсаңыз, ол сізде размері үлкен болмайды және көп уақыт алмайды. Осындай жұмыс істегенге маған 1 сағаттай уақытым кетті. Бұл жерде қараңыз, енді тағы да біз жасыл түске қызыл түсті қосып, осындай бір жасыл түсі яркий емес, жасыл түсті шығарып, сонымен біз ұл баланың пальтосын бояп шығамыз. Бояған кезде біздің бөлмеміз салқындау болғандықтан бізде қара түсті контурымыз ерімей тұр. Егер де біздің бөлмеміз ыстық болса, ол кезде біздің қара түсті контурымызда еріп, үстіне біз сурет сала алмай қаламыз. Сондықтан сіздің бөлмеңіз салқындау болса, формаңыз салқындау болса, сурет салу оңайлау болады. Какао маслаңыз тез қатып, ешқандай қиындық болмайды. Ал егер де 25 градустан жоғары болып тұрса, бөлме температурасы, онда сіздің салып отырған суреттеріңіз баяу қатып, өзіңіздің жұмысыңызды кішкене қиындататын боласыздар. Немесе бөлменің іші қатты ыстық болса, онда формаңызды әрдайым суытып, немесе тоңазытқышқа, немесе терезені кішкене бөлігін ашып, формаңызды суыту арқылы сурет салсаңыз болады. Суретімізді толығымен бояп шықтық. Енді ол бізде қатуы қажет. Яғни тоңазытқышқа алып қойсаңыз болады, немесе терезені ашып қойсаңыз болады. Енді мен диоксид титанаға кішкене какао масла қосып, оның үстіне қоңырқай түсті қосып, балалардың бетін бояйтын боламыз. Яғни телесін түс шығарсаңыз болады, немесе осындай ақшыл түс шығарып, балалардың бетін осылай бояп шығамыз. Одан кейін әрбір суретіміздің үстін, яғни мен темный шоколадтан жасайтын боламын пинята, сондықтан мен осы салған суретімнің сыртын толығымен ақ түспен қаптап шығамын. Сол кезде біздің суретіміздің әрбір түсі насыщенный болып тұрады. Қараңыз, егер де біз осылай сурет салдық, одан кейін оның үстіне темный шоколадпен, немесе молочный шоколадпен темперировать етіп құя салсақ, біздің суретіміз қатты насыщенный, әдемі емес болып қалады. Яғни бір қап-қара жерде тұрған сияқты болып қалады. Яғни біздің әрбір суретіміз, әрбір деталіміз насыщенный, әдемі көріну үшін біз оның сыртынан осындай ақ түспен қаптап шығамыз. Егер де сіз ақ түспен істейтін болсаңыз, онда
қаптамай қойсаңыз болады. Егер де сіз пиньятаны ақ шоколадтан жасайтын болсаңыз, онда суреттің сыртынан осындай ақ түспен қаптаудың қажеті жоқ. Яғни біз ақ шоколадты құйған кезде біздің суретіміз одан да әдемі, насыщенный болып тұра береді. Егер де темный шоколадпен немесе молочный шоколадтан пиньята жасайтын болсаңыз, оның үстіне сурет салатын болсаңыз, осылай суретіңіздің үстінен осылай ақ түспен қаптап шығасыздар. Сол кезде әрбір түстеріңіз, әрбір салған суретіңіз насыщенный және әдемі болып тұрады. Ақ түсті красительді осылай кисточкамен жағып шықсаңыз болады. Немесе жұмысыңызды тезірек жасағыңыз келсе, онда үйде таза губка болса, губканың кішкене бір бөлігін алып, оны кесіп, сол губкамен толығымен қаптап шықсаңыз болады. Мен сіздерге кисточкамен жасау түрін көрсетіп жатырмын. Негізі бұл процесс өте тез жасалынады. Сондықтан кисточкамен жасаңыз да, губкамен жасаңыз да, ол сіздің қалауыңыз. Енді қараңыздар, мен ақ түске жаңағы үстіне кішкене қара түсті қосып, осындай сұр түс шығардым. Яғни бұл бізде серый түс, серый түспен мен осылай есікті бояп шықтым, ал есіктің ортасындағы терезелерін мен қар сияқты блескпен бояп шығатын боламын. Оның барлығын сіздер кондитерлік магазиннен алсаңыздар болады. Обязательно блесктар, обязательно кондуриндар, оның барлығы съедобный, яғни тамаққа қолдануға болады деген заттарды ғана қолданамыз. Осындай пищевой блескпен мен форманың ішін ашық жерлерін толығымен қаптап шығамын. Сол кезде менде қардың имитация снега дейді ғой, қар жауып тұрған сияқты қылып көрсеткім келді. Енді мен қалған какао масламды кішкене қыздырып, оның үстіне диоксид титанды салып, қосып, жақсылап отырып, араластырып, енді онымен толығымен біздің форманың ішін қаптап шығамын. Егер де сізде басқа тематикада жазсаңыз, суретіңіз басқа тематика болса, олай қаптамай қойсаңыз болады. Менде жаңа жылдық тематика болғандықтан, далада қар жауып тұрған сияқты болып, сондай имитациямен сурет салғандықтан, мен форманың ішін ашық жерлерін толығымен осылай ақ диоксид титанмен толығымен қаптап шығамын. Енді біздің біздің салған суретіміз барлығы жақсылап отырып қатуы қажет. Қатқаннан кейін темперированный шоколадымызды құямыз. Құйғанда 2 немесе 3 слой жасаңыз. Мен бұл жерде 2 слой жасадым. Бұл менде темный шоколад, оны алдын ала темперировать етіп, одан кейін осы қатқан формамыздың ішіне құйдық. Міне бірінші слойды құйып алдым, артық шоколадты қайтадан ыдысқа алып тастадым. Енді ол қатқаннан кейін екінші слойды құйып шықтым. Екінші слойды құйғаннан кейін біздің шоколадымыз толығымен қатуы қажет. Яғни бізде 1 сағаттан кейін біздің шоколадымыз формадан өзі оп-оңай алынып қалады. Қараңыздар, біздің какао масламен салынған суретіміз жылтырап әдемі болып тұр. Міне енді екінші бөлігінде шығардық. Енді бір ыдысты микроволновкада жылытып алдым, қыздырып алдым. Оның үстіне бір бөлігін қойып, шет жақтарын дүзелеп алдым. Ішіне осындай алдыңғы сабақта жасаған шокобомбочкаларды салып, сыртын тура шокобомбочка сияқты екінші бөлігінде тегістеп, осылай жабыстырып қойдым. Бізде осындай жаңа жылдық пиньята пайда болды.